Сәлем достар, сізбен бірге мен Тока. Бүгін менде жаңа сериал, яғни жаңа сериалдың Кетейік өмірдің 2-ші сериясы. Ал бастаймыз достар, маған тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басып кетіңіздер. Мен сіздер үшін видеолар күнделікті шығарып отырамын. Ал кеттік. Бүгінгі күн өте күшті болды, иә? Иә, келесі ташақ. Иә. Анашым, біз келдік. Қыздарым, ақшаларым жетті ма? Иә, жетті. Осындай заттар алдық. Барыңдар. Бірақ шуламаңдар, жарайды ма? Әйтпесе әкелерің оянып келіп тағы ашуланып жүреді. Әкелерің ана жақта ұйықтап жатыр. Жарайды. Бүгін сендерді ана жаққа шомылдырамын. Ана бар киімдеріңді ауыстырып, киімдеріңді маған беріңдер, кір болса жуып қоямын. Сосын кешкі тағы шомылдырамын. Сосын ертең сабаққа барасыңдар, жарайды ма? Сосын да сабақтарына қайталап алыңдар, жарайды ма? Жарайды, анашым. Бүгін күн өте керемет болды, иә? Иә. Еще мен киіміме сай мороженое аламын ғой, түсі. Иә, менде. Өте дәмді, иә? Иә, өте дәмді. Жарайды, киімімізді ауыстырып алайық. Әйтпесе тағы кір болып қалады десе, жаман болады. Жарайды. Мен бағана математикадан жазып, әдебиетпен орыс тілі жаза алмай қалғанмын. Соған көмектесіп жібересің бе? Жарайды, кел отыр, онда көмектесейін. Кітабың қайда еді өзіңнің? Міне тұр, бұл кітаптарға тиіспе, ол менің студенттік кітаптарым. Иә. Қазір міне орыс тілі. Міне орындап көмектесіп жібересіз бе? Жарайды, бірінші жұмысын жаза ғой. Қалайсыңдар, жақсысыңдар ма? Иә. Шақырмай келіп тұр екенсіз. Қалай, мен ештеңе ұмытпаймын, жай келіп кеткен ғой. Мына киімдер кімге? Бұл киімдерді Аружан мен Аруназға келген ғой. Керек жоқ. Киімдер бар ғой үйде. Жоқ. Ала бермей алыңдар. Рахмет енді. Мынаның бәрі қанша болды? Қой, 15 ақмы теңге. Өзім төлей салдым ана жақта. Ана мен Ападокпен қоса бердім. Жарайды, мен кеттім. Қыздар, не болды, мама? Кімдер кімге? Сендердің ана туысқан әпкелерің, яғни ана Нұргүл апай сендерге мынандай киімдер әкелді. Рахмет оған. Жарайды, бар киіп көре беріңдер. Мен кеттім. Жарайды. Ана киімдер күшті секілді ғой. Қақта қарап көрейікші. Маған Ападок ұқсайды. Маған мынау почти кеп тұр маған. Мынау маған. Тұр, мынау маған шығар онда. Өте деймі? Мынау маған онда. Иә, болды енді. Мамамыз қазір көп қойса тағы ұрсып жүреді. Онда шипонерге салайық. Онда әркім давай өз киімін салсын. Давай, мынау менің киім, мынау менің киімім. Мынау менің киімім. Сосын мынау менің киімім. Болды, мен мына Ападокпен жүре беріп. Жоқ, тасташы, мен лақтыра қойып қоя салмын. Біз тағы кірлеп қалып, жеп қалып жүреді. Жарайды, математиканы болдық, енді орыс тілге көшейік.
Абым бәрін жинап болдым. Холодильникте не бар екен, бірдеңе бар шығар, хотя бы қарап көрейін. Қоңырау шылдап жатқан сияқты, бар мен қарап келейін. Алло, саламатсыз ба? Бұл кім? Мен Аруназдың апайы едім. Неге ол сабаққа келіп жүрген жоқ? Ойбай, қалай сонда келмей жүр? Ол өмір сабаққа кеттім деп сумкасын алып кетеді ғой. Жоқ, ол мүлде сабаққа келмей жүр. Алдында ауырып тұрмын деп қайтып кеткен еді. Одан кейін мүлде келмеді. Жарайды, онда мен онымен сөйлесемін. Ертең міндетті түрде барады. Жарайды. Егер келмесе, үйлеріңізге педагог пен директорге бірге барамын. Жарайды. Қызым. Аруназ, осы сен неге өмір сабаққа бармайсың? Жаңа ғана маған апайың айтып тұр ғой. Қандай бармаған? Мен сабаққа барамын ғой. Өтірік айтпа сен. Сенің өтіріктерің менің мына жерімде тұр. Апайың жаңа ғана звондады. Ол сабаққа келмейді. Қалай сонда? Қоңырау шырылдап жатыр, барып қарап келейінші. Алло, не болды? Кешірім сұраймын. Жаңағы Есенғали ба, Аруназ екен ғой, бізде 2 Аруназ бар, шатастырып алдым. Жарайды. Жақсы, ренжімеңіз. Жарайды. Аруназ қызым, ол үшін ренжіме, жарайды ма? Жарайды, мен ренжімеймін ғой. Бізде 2 Аруназ бар. Ол Есенғали, ал мен Молдағалиевамын. Жарайды, ренжімеңдер. Қой, мен кеттім түскі айтпақшы кешкісін мен сендерді жуындырамын, ұқтыңдар ма? Сендер қашпайындар. Сосын айтпақшы ертең менің зарплатам түсетін шығар. Жарайды онда. Мен кеттім ал.